Ер адам үйінде айнасын ауыстырып жатып кенеттен үрейлі көрініске куә болды. Ол айна артынан жасырылған қара қоңызды байқап қалып, біреу тыңшылық жасап жүр деп күдіктенді. Бірақ өзін әшкерелемеу үшін айнасына қайта орнына қойды. Сосын ойланып қалды, мұны кім орнатқан болуы мүмкін? Күтпеген сәтте ол екінші қоңызды люстраның үстінен тауып алды. Джек қорыққан жоқ, керісінше баяу қонақ бөлменің ортасына қарай жүрді. Сонда ол айлакер жоспар ойлап тапты. Әуелі шамды бұрап алды, түбіне мыс сымды орап, екінші ұшын тоққа жалғады. Содан кейін шамды қайта орнына қойды. Сол күні кешке жұмыстан оралғанда үйде жарық жоқ еді. Джек үстелге жақындап жөндеуге кіріспек болған сәтте, шам кенеттен қысқа тұйықталудан жанып кетті. Қоңыз да істен шықты, тек құлақ тұндыратын шырыл ғана естілді. Бірақ бақылаушылар ештеңеден бейхабар еді, олар бұл жарылысты кездей соқтық деп ойлады. Шындығында мұның бәрін Джек әдейі алдын ала ойластырып қойған болатын. Ол агенттердің назарын әдейі өзіне аударды. Сосын әйелі мен баласын басқа жаққа жіберіп, өзі үйде шаруамен айналысып жатқан кейіп танытты. Одан кейін көлігі мініп, үйден шығып кетті, әдейі куәгерлердің көзінше. Барлығы ойлағандай болды, агенттер Джектің соңынан ерді. Сол сәтте ол олардың шын мәнінде құпия агент екенін анық білді. Ал бұл дегеніміз оның да жасырын тұлғасы ашылып қалғанын білдірді.